Қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге жұмсақ болып пісетін булочканың рецептісін көрсеткім келіп отыр. Бізге қажет құрамдарды описание бөлімінен қарасаңыздар болады. Ең алдымен жылы сүтімізді ыдысқа құйып аламыз. Тұз және ашытқыны қосып, одан соң сұйық майды және де шекерді қосып араластырамын. Шекерімді осылай араластырып болғаннан соң жұмыртқамды қосып, тағы да біркелкі болғанша араластырамын. Мен бұл жерде бір жұмыртқа және де екінші жұмыртқаның ақ уызын пайдаландым. Менің қамырымның ерекшелігі осы десе де болады. Қамырым үлпілдек болып, өте жұмсақ болып піседі. Одан соң разрыхлитель және ванилинді қосып, тағы да біркелкі болғанша араластырамын. Барлығын араластырып болғаннан соң, енді ұнымды салып, қамырымды илейтін боламын. Ұнымыздың барлығын бірден салып жібермейміз, аз-аздан салып, осылай видеодағыдай былғап араластырып илейміз. Сол кезде қамырымыз жақсы көтеріледі. Қамырымыз дайын болды. Бетін жауып, жылы жерге 1 сағаттай қоямыз. Міне менің қамырым дайын, шамамен 1 сағат көлемінде көтерілді. Енді мен қамырымды 3 бөлікке бөліп аламын. Және де осы видеода көрсетілгендей етіп, қамырымызды ұзыншалап созып аламыз. Бірдей болып бөлінген 3 қамырымды осы видеодағыдай етіп өріп шығамын. Қамырымызды өріп болғаннан соң, бетін жауып, бөлме температурасында 10-15 минуттай қоямыз. Содан соң бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған пеште 20-25 минуттай пісіріп аламын. Маған қолдауларыңызды білдіріп, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Міне қыздар, булочка үлпілдек әрі жұмсақ болып пісті. Мен пеште 10 минуттай артық ұстап қалдым. Беті шамалы күйген, бірақ дәмі деген өте дәмді, жұмсақ, кәдімгідей үлпілдек болып тұр ғой қыздар. Осы рецепті міндетті түрде осы видеодағыдай істеп көріңіздер. Сіздермен бірге Назерке, назарларыңызға рахмет.